Біреулер айтады, біздер дейді, патшаға қарсы шығуымыз керек, үйтуіміз керек, бүйтуіміз керек деп. Жоқ, олай емес. Егер де пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның патшаға бағыну жайлы хадистерін қарайтын болсаңыз, 100-ден көп хадистерін табасыз. Патша әділ, біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев секілді әділ патшалар емес, ақыларын жейтін, ақыларын бермейтін патшалар болса да, оларға бағынуға бұйырған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам имам Бухари риуаят еткен хадисте былай деп айтады: меннен кейін сендердің бастарыңа өздерінің ақыларын толықтай талап ететін, сендердің ақыларыңды бермейтін патшалар келеді дейді. Сонда сахабалар таң қалды да, өздерінің ақыларын талап етсе, біздің ақымызды біз алуымыз керек болған нәрсені бермесе, онда не істеуіміз керек ол патшаларға деп еді. Өздеріңнің мойнындағы міндеттеріңді толықтай атқарыңдар деді. Ал өздеріңнің ақыларыңды Құдайдан сұраңдар деді. Топалаң қылыңдар, митингке шығыңдар, анау қылыңдар, ондай деген жоқ. Өздеріңнің ақыларыңды Құдайдан сұраңдар деді. Мен тек намаз оқимын, садақа зекет берем, қажыға барам, болды, сосын жәннатқа кірем. Қазақ қырылып жатыр ма, жерің сатылып жатыр ма, қызың жезөкше болып жатыр ма, мына ұры-қары қарақшы халықты тонап жатыр ма, мен оған кіріспеймін, саясатқа кірмеймін дегендер, олар нағыз мұнафиқтер, олар нағыз тозақылықтар. Олардың анау жаңағы өздері мен осыдан сұралам, анадан сұралмайым дегендіктер үшін олар сол жаһаннамда өртенетіндер. Намазыңды оқы, зекетіңді бер, садақаңды бер, бірақ ақиқатшыл бол, ұлтыңды қорға, намысыңды қорға, қазағыңды қорға, еліңді қорға, жеріңді қорға, әсіресе ата жау Қытайдан қорға жеріңді. Ал егер саған кімде-кім болды, ойбай саясатқа кірме, мен де кірмеймін, жер сатылсын Қытайға, жер берілсін, ойбай оған кіріспеймін, патшаға қарсы шықпа, тек тоңқаңдап оқи бер, ашамайын жуа бер, болды, бітті, басқаға кірме, сабыр қылайық, сабыр, шүкір қылайық, шүкір деді ма, онда ол тозақылық. Ол анық тозақылық, ол мұнафиқ, ол дәйіз. Мынау емтихан. Біз намаздан да сұраламыз, Құдайға серік қостық па, қоспадық па сұраламыз, Алланың бірлігіне, барлығына, пәктігіне, хақтығына сеніп иман келтірдік пе сұраламыз, соңғы кітап Құран кәрімге сеніп иман келтірдік пе сұраламыз, 4 кітапқа сеніп иман келтірдік пе сұраламыз, соңғысы Құран кәрімге иман келтірдік пе сұраламыз, барлық пайғамбарға сеніп иман келтірдік пе сұраламыз, соңғы пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға сеніп иман келтірдік пе деп сұраламыз. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам Құдайдың құлы және елшісі, құлы және елшісі деп сеніп иман келтіреміз бе сұраламыз. Қасиетті 4 кітап Інжіл, Забур, Таурат, Құранға сеніп иман келтіріп, Құранды соңғы кітап деп сеніп иман келтіреміз бе сұраламыз. Зекетің, садақаң, анау мынауың одан кейін сұраламыз. Шаман келсе қажылықтан сұраламыз, шаман келмесе сұралмаймыз. Ал ел, жер, отан, ұлт бүкіл алдыңа келген барлық әділетсіздіктен сұраласың. Көзіңді жұмсаң да сұраласың. Саясатқа кірмеймін десең де сұраласың. Патшаға қарсы шықпаймын деген өтірік заңды шығарып алсаң, одан да сұраласың. Халықты мынау ездікке, өлікселікке, иіс-алмастыққа үгіттесең, одан да сұраласың. Себебі Құдай әділетті, Құдайды сен жекеменшік деп алған жоқсың. Құдайдың кітабы бәріміз оқи аламыз. Ағылшынша да оқи аламыз, қытайша да оқи аламыз, жапонша да оқи аламыз, орысша да оқи аламыз, түркша да оқи аламыз, қазақша да. Құдайдың кітабын оқи аламыз бәріміз. Сендер Құдайдың кітабын жекешелеп, өздерің қыңыр жолмен түсіндірмеңдер. Мынау халықты, мынау ездікке, мынау арсыздыққа, мынау көмпістікке, мынау төзім, мынау шексіз ынжықтыққа үгіттемеңдер. Әділетшіл болуға үгіттеңдер халықты. Әділетшіл болуға үгіттеңдер. Неменеге сонша тобырланып кетеміз? Кеше бүкіл Еуразияны ұстап тұрған халық біз емеспіз ба? Кешегі Қытай бізді ойлағанда, бізді қорққанда, шошынғаннан анау Қытай қорғанын соққанын емес па? Біз бүкіл Еуропа мен Азияны дүрілдеткен, өркениет жаратқан және таратқан қазақ емеспіз ба? Сол қазақты аш, жалаңаш, кедей қылып, арсыз, намыссыз қылып отырған мынау қарақшылардан несіне қорқасың? Бәрібір өлетін жан. Қалай өлуіңде ғой гап сенің? Мәселе қалай өлуіңде ғой? Емтихан тапсырғалы келдің, дұрыстап тапсырмайсың ба емтиханды? Ана өтірік, емтихан мынадан сұраласың, анадан сұралмайсың деген қалың алаяқтарға сенбей-ақ қой. Ол мың жерден жаңағы сәл дұра болса да басына.
Эки ауыз сөздің басын қосып айта алмайтын, логикадан жұрдай, әлемдік геосаясаттан жұрдай, жүрегінде ақиқатшылдық, әділетшілдік сезімі жоқ, барлық зұлымдық менен барлық әділетсіздікті көрмеске салып отырған ондай мұнафиқтердің сөзін естуге тұра ма? Егер ол өзі мұнафиқ болса, ол өзі арсыз болса, ол ұлтына жаны ашымаса, онда оның халыққа ақыл айтатын не жөні бар? Аман болайық, сау болайық, бөлісіп таратыңыздар, басқа айтарым жоқ. Барлықтарыңызға мынау жазып отқан комментарийлеріңізді көріп отырмын. Рахмет. Рахмет қолдағандарыңызға. Рахмет баршадарыңызға. Лайк басып атқандарға, саусақтарыңа Құдай береке берсін. Жақсы. Ой, көп. Мына оқып үлгермей жатырмын. Лап, экран деген ұшып жатыр тура. Ай, рахмет. Баршадарыңызға рахмет. Бір-бірлеп бәрлеріңізге жауап бере алмаймын. Рахмет. Алла разы болсын сіздерге. Кімдегі мәділетшіл болады? Ол оның жауабын көреді. Кенесарыны сатқан қазақ жазасын алды. Алаш арыстарын атқызған қазақ қынадай қырылды. Оспан батырды, Зұлха батырды атқызған қазақ, олар да жазасын алды. Енді осыдан сабақ алыңдар. Осыдан сабақ алыңдар. Егер қазақ сен әділетшіл болмасаң, сен тайпашыл, жершіл болсаң, секташыл, пірқашыл болсаң, топшыл болсаң, сен өтірік наным сенімге алданып жүрсең, әділетшілдікті, ақиқатшылдықты тәркі қылсаң, мына дүниені тәркі қылсаң, өзіңді өзің алдап бір о дүниелік болып таудың басына үңгірге кіріп алсаң, бәрібір Құдай сені жазалайды. Ұрпағыңды тоздырады, тентіретіп жібереді. Тұқымың тұздай құриды. Тұқымың тұздай құрмасын десең, ақиқатшыл бол. Кешегі сол қанына қарсы шапқан қазақ, асылдарын, алтындарын, алашшылдарын құртқан қазақ құрыды. Қайсысы қалды? Миллиондап қырылды. Құдайдың жазасы сатқындығың үшін, арсыздығың үшін, табансыздығың үшін, табаныңда бір болмаған үшін, екі беткейлігің үшін, орысшылдығың үшін, қытайшылдығың үшін, құдайсыздармен дос болғандығың үшін, өзіңнен шыққан алтыныңды, асылыңды бағалай алмаған үшін, ел бастайтын серкелерге ермегенің үшін, тонға, нәпсіге, медалға, ақшаға, мәнсапқа алданғаның үшін тұқымдарың тұздай құрды. Енді тағы да сен басыңды бейтіп мың жерінен қорғаштап, барлық зұлымдыққа, әлсіздікке бейтіп басыңды тығып алғанмен де, сен осы ұлт мәселесінде, қазақтың намысы мәселесінде, ақ пен қара мәселесінде, ел болып қаламыз ба, қалмаймыз ба деген мәселеде, қазақтың жері Қытайға беріле ме, берілмей ме дейтін мәселеде, сен тағы көзіңді жұмып, құлағыңды жауып, көрмедім, естімедім деп, үнсіз қалып саясатқа кірмей, мен тек уағыз айтам, мен тек тоңқаңдаймын дедің ба, сен тозақты өртенесің, және тұқымың оңбайды. Қашан айттың деме. Осы сөзіміне ютубте қалады, Құдай қаласа, жер шары тасталқан бол, Құдай тағала компьютерін форматтап, бүкіл жер әлемді форматтап жібергенге дейін қалады ютуб дейтін зат егер банкрот болып кетпесе. Кім ұлтына сатқындық жасайды, кім арсыздық істейді, соның жазасы болады. Бұл дүниеде, және олды.